Бой жеткен қыздарға немесе отырып қалған демей-ақ қояйық, талғам биік қыздарға бір кеңес айтайын. Негізі қазір көп қыздардың талғамы теңгемен, темірмен, тас қамалмен өлшеніп жатыр. Яғни ақша, көлік, үй да. Енді ақша ол табылатын нәрсе емес пе? Көлік жаңаратын нәрсе, ал үй салынатын нәрсе. Енді сіздерге сұрақ. Ал адамгершілік табыла ма? Жауапкершілік сатып алына ма? Намыс пен иман банк арқылы келе ме? Бүгін байлығына қарап алған жігітің ертең сол байлық кетсе, кім болып қалады? Ал мінезі бар ер азамат, сөзіне берік ер, қалтасы бос қалса да адам болып қалады. Естеріңізде болсын, ақшасы бардың бәрі тірек емес, көлігі бардың бәрі қорған емес, үйі бардың бәрі үй бола алмайды. Әйелді бақытты ететін ердің қалтасы емес, қамқорлығы. Ердің статусы емес, жауапкершілігі. Ердің байлығы емес, ең бастысы адамдығы. Өмір бұл фото емес, бір күндік сторис те емес, өмір ұзақ жол. Сол жолда ақша емес, адам сүйрейді. Ойланып таңдаңыздар. Себебі сен бір жігітті емес, өз тағдырыңды таңдап жатырсың.